Достар, Найза ТВ YouTube арнасына қош келдіңіздер. Баршаңыз білетіндей 6 шілде күні Ақтау қаласында Найза 62 турнир өтеді. Негізгі картта бірден 3 чемпиондық белбеу ортаға салынбақ. Лигамыздың туған қалаға оралуына байланысты біз сіздерге Ақтауда өткен турнирлер туралы қысқаша шолу дайындап қойдық. Главного вечера. Все готово, люди опять встают, люди волнуются. Соңғы турнирлердің көбісі Алматы қаласында өткенімен, Найза промоушны өз бастауын Маңғыстауда алған. Алғашқы турнир 2013 жылы өтті. Бұл турнирде Жалғас Жұмағұлов, Сергей Морозов, Жұман Жұмабеков, Гойти Дазаев сияқты жауынгерлер өнер көрсеткен болатын. Екі 2016 жылы Ақтау Open Fest аясында NFC 6 турнирі өтті. Басты жекпе-жекте Дамир Исмағұлов Чингиз Улу Ильясты жеңіп, NFC нұсқасы бойынша Панкратионның Азия чемпионы атанды. Бұл шараны тамашалау үшін 30 000 көрермен жиналған. 2022 жылдың жазында Ақтау қаласында Найза Спорт Уик шарасы өткен. Спорт апталығы аясында Шавкат Рахмонов, Мұратбек Қасымбай, Сергей Морозов, Шамил Завуров, Ғалым Тыты сияқты әйгілі жауынгерлер батыр бол ойнап, жанкүйерлермен кездесті. Сонымен қатар Хабиб Нурмагомедовтың Eagle FC лигасымен бірлескен турнир өткен болатын. Вот сейчас мы находимся здесь, прошло 5-6 лет, и вот сейчас у вас в UFC есть, я не знаю, там 7 или 8 бойцов, из них пару бойцов у вас входят в топ-15, очень хорошо выступают, есть даже претенденты, вот здесь Шавкат сидит. Басты жекпе-жекте отандасымыз Дәурен Ермеков Гамзат Хирамагомедовты екінші раундта техникалық нокаутпен ұтты. Добивает. Рефери ждет уже из последних сил, буквально последний шанс. Уже было пора. Новый чемпион, временный чемпион Eagle FC в среднем весе Дәурен Ермеков. Это сумасшествие, друзья, здесь весь город. Достар, біздің ұжымымыз мүжеде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе, сондықтан күтеміз. Ал енді келесі Найза Спорт Уик 3-6 шілде аралығында өтеді. Сіздерді танымал жауынгерлермен кездесулер, батыр бол ойыны, баспасөз конференциясы және Найза 62 турнир күтеді. Басты картта 3 чемпиондық жекпе-жек жоспарланған. Олжас Аю Абзалиев белбеуін Марсио Гамач Сантосқа қарсы қорғайды. 61 келеге дейінгі чемпиондық айқаста Дастан Амангелді Нұрболат Абумен беттеседі. Және де 57 келеге дейінгі салмақтың чемпионы Диас Еренғайыпов екінші белбеу қорғауын Болат Заманбековке қарсы өткізеді. Достар, біз сіздерді апталық аясында өтетін шараларда міндетті түрде күтеміз. Ал егерде осы видео ұнаған жағдайда лайк басып арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.